Жөтелді антибиотикпен емдеуге асықпаңыз. Өйткені басқа да жолы бар. Жөтеле қалсаңыз дәрі ішіп, ағзаңызды уламаңыз. Одан да үй жағдайында мына әдісті қолданыңыз. Сонда жөтелден де арыласыз, ағзаңызға да зиянын тигізбейсіз. Құрметті оқырман, сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Борсық майы. Құрамы А, Е, С дәрумендермен минералды заттарға бай, бұл май керемет қыздыратын қасиетке ие. Өкпе мен тыныс жолдарын суықтан қорғайды. Одан бөлек тамырды кеңейтіп, қан айналымды жақсартады. Оған қоса ағзаны бактерия мен токсиннен тазалайды. Сондықтан да жөтел қысым мазаңызды алса, борсық майын көкірегіңізге жағыңыз. Емді түнде ұйқыға жатар кезде жасаған жөн. Сыртынан жылы орап жатыңыз. Емді 3 күн жүргізсеңіз, жөтелден құлан таза айығасыз. Сонымен қоса шөптер жиынтығын қолдануға болады. Біріншісі, жөтелді ингаляция жасау арқылы тез емдеуге болады. Ал егер ингалятор болмаса, онда шөптер жиынтығының көмегіне жүгінсеңіз болады. Ол үшін жалбыз тікен, түймедақ және шырмауық шөбін жақсылап ұнтақтаңыз. Сосын кеңдеу ыдысқа саласыз, үстіне қайнаған су құйып қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң ыдыстың қақпағын ашып, ыңғайлы жерге қоясыз. Өзіңіз жайғасып отырып алып, ыдыстағы сумен терең тыныс алыңыз. Басыңызды жылы орап қойсаңыз болады. Шөп тұнбасының буын аузыңызды ашып жұтыңыздағыны 5-7 минут отырыңыз. Бұл ингаляцияны күніне 2 рет жасасаңыз, нәтижесі тамаша болады. Екіншісі, өгей шөп, түймедақ және жалбыз тікен шөптерін жақсылап ұнтақтап алыңыз. Оның әрқайсының 30 грамм алып, стақанға салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып тұндырып қоясыз. Шамалы суыған кезде сүзіп алып, шай ерітінді түрінде ішіңіз. Суыққа қарсы күресетін бұл тұнба ылғалды жөтелге керемет ем болады. Қақырықты оңай түсіреді, әрі тыныс алуды жеңілдетеді. Аталған тұнбаны балаларға да ішкізуге болады, бірақ бірнеше тамшы лимон шырынын қосуды ұмытпаңыз. Үшіншісі, андыз тамыры мен жолжелкен шөбін бірдей көлемде аласыз. Оны ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң оттан алып сүзіп қойыңыз. Қайнатпа салқындаған соң бірдей көлемде қайнаған сумен араластырып, ем ретінде ішуге болады. Бұл емді қайнатпа құрғақ жөтелді, бронхит пен трахеитті емдеуге қабілетті. Сонан соң бал қосылған сүт. Бұл ежелден қолданыстағы ем. Алдымен сүтті пісіріп аласыз. Бөлме температурасында салқындаған соң стақанға құйыңыз. Оған 2 шай қасық бал, 200 грамм май және бірнеше тамшы зәйтүн майын араластырып ішіңіз. Бұл қақырықтың шығуына ықпал етеді. Тамағыңызды жібістеді, әрі тамақ ауруын басады. Арпа. Аталған дәннің де жөтелді емдеп, иммундық жүйені жақсартатын қасиеті бар екен. Одан бөлек көмекей без бен тыныс жолдарын қорғайды. Ол үшін арпа дәнінен тұнба дайындайсыз. 100 грамм дәнді тазалап жуып, салқын суға салып қойыңыз. 1 тәулік ыдыстың бетін жауып қоясыз. Осы уақыттан өткен соң дәнді жуып ыдысқа салыңыз. Үстіне салқын су құйып отқа қоясыз. 10 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған емдік сусынды 1 ас қасықтан әр 2 сағат сайын ішсеңіз болады. Бүрген. Тамақ ауруларын емдеуге таптырмайтын дәрі. 50 грамм бүрген жидегін 2 ас қасық бал қосып, блендермен жақсылап араластырасыз. Дайын болған езбені 1 стақан қайнаған суға салып, ыстық күйінде ішіңіз. Бұл емдік шайды күніне 3 рет ішсеңіз, жөтелден құтыласыз, әрі тыныс жолдарын емдейді. Сонымен қоса ит ошаған. 100 грамм ит ошаған жапырағын 1 литр қайнаған суға салып, араластырыңыз. Шамамен 15-20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, тамағыңызды үзбей шаясыз. Бұл тұнба тамақтың қызарған емдейді, ауруын басады, жөтелді қойдырады, әрі жұтқыншақтың қабынуын емдейді. Жоғарыда ұсынылған кез келген әдісті қолдану отырып, жөтелден 1 жылда айығуға болады. Ол үшін берілген мөлшер мен уақытты қатаң сақтауыңыз керек. Құрметті оқырман, видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.
ем болсын достар.